Өтсе тағы қилы түрлі тағдыр замандар қазақ қана өзгертпейді. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын достар, келіңіздер. Көптен күткен, сағына күткен, сарғайы күткен қадірлі құдаларымызды құрмет қошеметпен қарсылайық. Ал құданың қадамы құтты болсын ағайын. Келіңіздер, шашып құшағымызды ашайық, бір әдемі көңіл күймен, әдемі бимен құдаларымызды құрмет қошеметпен қарсылайық ағайын. Құда құтты болсын. Ал кетті. Екі жастың арқасы ғой ең таныстары, құдаласып өсті достары. Қош келгендер құдаларым, табылады сұрағаным, орындалар осы той аламын. Жастарыңдар ән жабелен тойдың алаңы. Құдалар қош келіңдер, шашудан алайық. Құда болып, құда болып, құда болып. Рахмет. Ассалаумағалейкум ардақты құдалар, қош келдіңіздер. Қалай, аман-есен жеттіңіздер ме? Ат-көлік дұрыс болған екен. Ардақты меймандар, бүгін Алланың қалауымен осындағы құдаларыңыз бен құдағыларыңыздың қараң шаңырағына қош келіп жатсыздар. Енді рұқсат болса, қыз алуға келдіңіздер ғой. Енді апаларымызды қинау жоқ, енді бірақ дегенмен қыз алу оңай емес, бір қиынды болады ағайын, иә. Енді естісін, ой, Сағынай ағамыз бен осындағы Роза апамыздың шаңырағына құдалары келіпті ғой. Айолым ұзатылып жатыр ғой деп көрші-көлең бәрі естілсін ағайын, иә. Сондықтан бір билеп алайық. Енді бөтен адам емес екенбіз ғой осы. Өзіміздің Қызылжар екен барлығы. Сондықтан бір-бірлеріңіз танисыздар ғой, бір танитын адам құсап бір өлтіріп бір билеп алайық ағайын, иә. Ал кеттік ал. Әйді. Көңілірек. Ойда. Күздің жауын алар, жанарың, мені ойландырар сенің қалауың. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Күздің жауын алар, жанарың, мені ойландырар сенің қалауың. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Әлі сүйе алмадым мен, қалай қылайын. Ой, тамаша, көңілдірек ана, көңілдірек. Қалай қылайын, қалай қылайын, менің өзіңді сағынсам қалай шынайын. Жақсы көрем сені, мен де баяғыдай, сұлусың ау жаным, сен де қалай қылайын, білмейсің сен
kılayım, kalay kılayım. Öldümün demeysin sen, kalay kılayım, kalay kılayım, kalay kılayım. Ben özümde sağlansam, kalay şıdayım. Меймандар, ендеше осындай керемет көңіл күймен осыған болса қуанышымызды жалғастырайық. Жалпы қош келіп жатсыздар, босағада болсаң берекең кетеді деген қазақта сөз бар. Берекесі кетпей, осы әулеттің берекесі арта берсін. Сондықтан да ардақты ағайын, күңіреніп тұрған үйге күн кіреді, күлімдеп тұрған үйге күн кіреді дейді. Міне роза құдағиларыңыз есігін айқара ашып, күлімдеп, Алла қаласа баладай аңқаулығымен дархандығымен дастархан жайып тұр. Рұқсат болса көпті созбай, Алла қаласа осы шаңыраққа, қара шаңыраққа біз сөйледі оңайықпен қадам басып, ақтан дамай өстіп шығамыз да құдалық тойымызды арнайы осы Асқат ағамыздың қолынан жасалған ресторанда өткізетін боламыз ағайын. Сондықтан да келіңіздер, бісміллә деп шаңыраққа төрлет дайын ауысып шығайық. Ассалаумағалейкум ардақты құдалар, қош келдіңіздер. Адамдардан нұр жаусын, гүл өтсін. Алланың қалауымен осы шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Алла зағынан сүйіндірсін. Құдай деген қасиет сөзден бір әрпін алады, Құда деген атаққа ие болғаныңыз құтты болсын. Алла сол адақтарыңызды зағынан қалсын дегіміз келеді. Сүйініп сөз бастайын бір Аллаға. Алла сіздер өзі басымыз құралама. Бөтен адам келмейді бұл араға. Бөтен адамды құрметтеп төріне шығарама. Ал ардақты жақсылар бір қошемет болсыншы. Төрлеріңізде жаңадан шығып атқан құдаларға деп бір құдалар болсақ қойыңыздар. Енді Алла қаласа осы төрлеріңіз жағынан болсын. Енді қадірлі меймандар, жалпы Алланың қалауымен осы сіздердің ұлықты ұлдарыңыздың осы әулеттің қылықты қызы деп шаңырақ көтеріп жатыр екен. Алла қаласа жастардың көтерген шаңырақ биік болсын, бір той құтты болсын деп бір қол соққан тамаша. Енді ардақты құдалар шаңыраққа бісміллә деп алғаш кіріп жатқаннан кейін енді шаңыраққа деген осы жастарға деген бір баталарыңызды беріп қойыңыздар. Ақтастарыңға деген ал өздеріңіздің үлкендеріңіз. Көке. Тәңірім құдірет, мал бастарын аман ет, басына бер бақыт, астына бер берекет, өмір жастарын ұзақ ет, механаттан аман ет. Осы үйдегі жақсылық бәрін ана отау көтеріп отырған екі баламызға аман ет. Әмин, тамаша. Ал енді қымыздан алып жүріп бұлақтың атанын шығарып жүрген жетісудың жезтаңдай әншілері ортаға шақырайын, бір тұғыр тобына бір қосып қойыңыздар. Қолдан келсе қошемет білдіріңіздер, қуаныш, той, жақсылық, Алла қаласа Come
Ала бәрекет, қошеметтіңіздер артық. Ала жүк қыламыз да, жоқ қыламыз да? Жоқ болсын. Қалай, ұнады ма негізі? Қалай, өзіміз үшін күштерден сияқты негізі. Қалдыңыздар, қалар ұлымен тағы да бірінші қапы деген. Қолдайыңызды қошемет білдірген, көңілді отырайық ағайын. Солайын қарағып, қалшақсың ай-ай, сала бермей көзіңді, әр жақсың ай-ай, сала берсең өзіңді, әр жақсың ай-ай, әр жақсы көріндер алғашқы ай-ай, үндісің ай, отан ұрғанай, айналайын көзіңде, ашық жұмғанай, тек жандарым ай, тек жандарым ай, тек жан болып ауылға кел жандарым ай. Ай болмаса аспанда адасар ай-ай, көрмесе көңілді бір басар ай-ай, жақсылардың көңілі алтын сандық ай, өз болмаса сандықты кім ашар ай-ай, күндіз туған ай, отпан тұрған ай, айналайын көзіңден ашып жұмған ай, тек жандарым ай, тек жандарым ай, жек-жақ болып ауылға кел жандарым ай. Бекердеймін ендеше бекердеймін ай, осы тойда көңілді көтермеймін ай, осы тойда көңілді көтермесек ай, ойлаған күлгенін бекердеймін ай, күндіз туған ай, отан тұрған ай, айналайын көзіңден ашық жұмған ай, тек жандарым ай, тек жандарым ай, жек жан болып ауылға кел жандарым ай. Ал ағақ меймандар енді ақтан дәмнен ауысып болсаңыздар алла қаласа сыртқа шығып құдалық тойымызды сол жерде жалғастырайық. Бәрекелді. Ал қадірлі меймандар енді төрт көзіміз түгелдей ақ дастархан табылсақ торқалы құдалық тойымызды бастайық. Ал ассалаумағалейкум ардақты меймандар. Көңілі қызғалдақтай қауыз жарған, қарызданса той үшін қарызданған, бабасы әлімсақтан абыз болған, баласы батаменен ауызданған, үйіне бір күн қонақ келмей қалса, көршісінің қонағын қарызға алған, алты қат көктің ауасын адал жұтып жүрген алдалаштың ұрпақтары, ассалаумағалейкум, той құтты болсын деп бір қаттырақ қосақ қойған ағайын. Бәрекелді. Ал қадір меймандар, жасалды деп малды деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба, ары бар ұяты бар атаның қызынан қапы қалма деп, міне ардақты меймандар сондай қызды тәрбиелеп, осы алла сіздердің алақандарыңызға тапсырғалы отырған біздің Сағынай ағамыз бен Роза апамыздың қызының алла қаласа бақытты болсын. Алла қаласа қадірлі меймандар, осы той құтты болсын деп бір қаттырақ қосып қойыңыздар шағай. Рахмет. Ал қадірлі меймандар, ендеше рұқсат болса дастарханға отырған кезде міндетті түрде қазақ бісмілләсі қол сұқпағанбыз. Сондықтан да берекелі орманда басын ет талдырар, берекелі ауылда баталдана қарды бар деген қазақта сөз бар. Ендеше осы құдалық тойымыздың басын шымылдығын ас иесімен тәттіреп тұрсын адамыз бар ма? Ол кісі болмаса Ғабит ағамыз бар ма? Өзіңіз білесіз бе? Ал енді. Құдайым оңдасын, Қыдыр бабам қолдасын, еш жамандық болмасын. Құдайым құдалығымызды 1000 жылдық қылсын, күйеу баламыз 100 жылдық болсын. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Асымызға адалдық, басымызға амандық берсін. Өлгі иман тірге береке берсін. Аумин. Қайтпадың ба? Біз кісі күттік қой жолдан. Қараша еді. Өздеріңіз білесіздер, құдалыққа келген ең алдымен сұрақ болады, қандай әулетке келдік, кімнің әулетіне келдік деген. Бұл тойда сұрақтар туындамаса да 1000-100-лікке бірдің атын біл деген қазақта сөз бар. Ардақты меймандар, ендеше құдалардың алтынды алмайық, осындағы біздің
әулетті жалпы әдемілеп жақсылап таныстырып берсін. Рахмет. Ал ардақ меймандар, олай болса Сағынай ағамыздың Роза апамыздың әулетін жақсылап таныстырып беретін Сағындық ағамыз бар ма? Сағындық ағамыз. Ассалаумағалейкум құдалар. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Екі баламыз бақытты болсын. Енді міне таныстырып өтейін. Ерде Сағынай бауырымыздың үлкен жеңгесі Маржаннан бастайын. Үлкен бауырымыздың Маржан. Ерде үлкен әкеміздің кіші әкесінің жеңгеміз бір жағы. Кіші шешемізде болады. Ешқандай деміз отырмайықта. Үлкен кісіден. Бұның кейін міне ерде үлкен бауырымыз болып келеді, Әділ. Бауырымыз Бақтыбай. Жолдастар далада енді. Бақтыбай Айгүл. Танысып қой. Содан кейін енді нағашыларынан бастайын. Үлкен Бақыт әкпеміз бар, ұмытып кеттім. Әкпеміз Бақыт. Енді құдағиларымыз дайын шығарды. Жолдасы Гүлім. Аллайла, нағашыларымыз өзін таныстырды. Қош келдіңіздер құдалар. Айконың нағашылары Анар әпкем, жездем, үлкен жездем Марат аға. Сара әпкем. Сұлқан әпкем далада жүр. Ғабит үлкен шаңырақта отырған. Келін далада жүр. Мен де айдамын. Жолдасым Қайрат. Енді құдалар таныстырып өтейін. Құдасы Әнуар. Асқат. Жолдасы менің. Гүлбира жолдасы. Бұның күйінгі Талғат. Гүлбасын екеуі. Танымайын деп отыр. Тағы қыздың, құдаларыңыздың қызының құдасы атыңыз Бейбіт. Гүлшара. Перизаттікі. Құда бала. Ерк. Келінің мамасы, Баяның мамасы аты Мария. Құданың әкпесі Анайдың көршісі Ғайникамал. Құданың әкпесі. Енді кім қалды танысып тұрған? Далада балаларым Асқат. Күйеу бала Дарқан бар. Міне Ринат. Ринат, күйеу бала Дарқан. Осы үйдің күйеу баласы. Ерке күйеу бала. Ана, мұнда қарындасым қалып қапты. Құдаларыңыздың қарындасы. Кәмчат аты. Күйеу бала Марат бар. Ол енді құдағиларыңызды өздеріңіз танисыздар. Таныспасаңыздар таныса жатарсыздар. Менің атым Сағындық. Осы үйдің бауырының, құдаларыңыздың бауырының баласы, інісімін. Ай, бәрекелді. Рахмет. Сағындық ағамызға рахмет. Әдемілеп таныстырып берді. Ендеше микрофон тізгін. Кешіріңіздер, енді 64 бауырымыздың
құрдастары қалқапты. Батырбек, Бекжан, Гүлзипа, Бақтыгүл, Гүлнәр. Ай, бәрекелді. Сағындығымызға ұмыт кеткен жоқсыз ба әйтеуір? Тағы да бір хайвай шығарып жүретіндер жоқ па? Ал енді, ардақты меймандар, қадірлі жақсылармен жақсылап таныстырып берді. Енді рұқсат болса таныспаған жандар болса, Алла қаласа келесі қуаныштарда таныстырсыздар деген ойдамыз. Енді микрофон түзгін, мен қадірлі құдаларымызға ұсынайын, өздеріңіздің әулеттеріңіз бір жақсылап танитын бір мейманға берсем. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар. Енді бізде ең үлкеніміз әпкеміз Ербөбет әке. Әкемнің қарындасы, жалғыз қарындасы. Одан кейін ең үлкен бауырым Айтбек. Айтбектен кейін өзімен. Жарым Құлғайша жолдасым. Өлем мына нағашы жеңгем Дина. Мына әпкем Күлтай тәтеміз. Өзі әпкеміз, өзі өмірбасы көршіміз, ақылшымыз ол кісі. Бүгін кейінгі енді құда бала. Ержан, құдағиларымыз Әсияның кесі. Аға жеңгесі Әсияның. Ержан, Гүлмира. Бүгін кейін әкпесі. Бижамал. Бұна жеңгесі, Құралай жеңгесі. Өнен кейін үлкеніміз енді Жұмабек менен кейін. Өнен кейін күйеу баламыз Жанар деген келген жоқ енді жолдасы Сәкен. Сәкеннен кейін күйеу баламыз Марат. Қарындасым Ана жолдасы. Әсел мына кіші өзіміз. Әсел Жанбек деген інім бар. Келмей қалды енді жолдасым. Әсел. Менің кейін бар енді ең кішіміз Әсел. Оның бәрі жолдасы келген жоқ. Күйеу балар. Менің кейін енді басты құдаларымыз енді кішіміз енді Қарабек қой. Қарабектің жолдасы келінім Әсия. Менің ең кіші қызым ғой енді қызым. Қарабектің ең қызы. Қызым ғой енді. Әлшердің қарындасы күйеу балар. Бізде осы енді осы қызы. Енді ол жиенімді айтайын десем, жиенім сіздер жағынан танысып кетті. Екі жақты болып отырмыз ғой. Рахмет бәрлеріңізге. Ұзын қан араласа туысқан болады дейді ағайын қазақта. Сондықтан Алла қаласа қан араласа туысқан болады нәсіп етсін. Сүйемдей жерісін сүйек беріп, жылы сөзді жанына тірек көріп, басынан егі, сіңірінен сүйегі, сөгілген жоқ сыйластарыңыз тарқамай, ауыз бірістіңіз арта берсін. Алла қаласа осы құдалықтарыңыз мәңгілік болсын деп бір қатыры қылсын қояшағын. Енді қадірлі жақсылар, мен де өзім таныстыра кетейін. Асаба, тамадырып жүрмеңіздер. Тойдың жақсы өтіп, жаман өтіп асабаға байланысты дейсіздер, деп жүрсіздер, дей бересіздер де. Осы тойдың тізгіні бізге бұйырды, бізге құлақ түре отырайық. Жас малда да кәржілік болып емес, жасында да сүбел сөз шығады деп осы тойға арнайы Ринат көкеме тағайындады. Сондықтан бізге құлақты түре отырайық ағайын. Әйтпесе бір асаба сөйлеп жатты, апамыздан сұрапты, апа осы қалай? Мен көп сөйлеп жатқан жоқпын ба? Көп сөйлеп жатқан жоқпын ба? Сөйтіп апамыз айтады дейді, сөйлей берші, бәрімізден ешкім тыңдағысы келіп тұрған жоқ деп. Сол сияқты болып кетіп жүрмесін ағайын. Асаба, тамадырып жүрмеңіздер. Азан шақырған Сабыр, Бауыржанның ұлы, 1997 жылы Суанның руы Кербұлақ аудан Сарыөзек ауылында ешкімді қинамай өз өркімен дүниеге келген жігіттің ағайын. Сонда біздің бағымыздың да, жағымыздың да, бабымыздың да, жалпы тойдың жақсы өтуіне сіздердің қошеметтеріңізге байланысты арасында бір шабыла құрып, той құтты болсын бір қосып қояйық ағайын. Тамаша. Бәрекелді. Ал қадірлі меймандар, рұқсат болса таныстықтың құрметіне бір әдемі әнді шырқайық. Қабыл алыңыздар. Дәстүрлі әнші Ардақ Исатабаның шәкірті Нұрсабек ұлдарын шақырайын. Бір әдемі эстрадамен ән шырқап берсін.
өзі от жанарым еліктен көп қадалдың қара көзіңнен мөлдір қорғайдамасын көрдім сенің қала боп едім өр тағдырым ай қара көзіңнен мөлдір қорғай тауларын көрдім сен тау болып едің өр тағдырым жоқ қалап қандай еліңнен таң атқандай өмір берген сені мен үшін жаратқандай қара көзіңнен мөлдір қорғайдамасын көрдім сен дала болып едің өр тағдырым ай қара көзіңнен мөлдір қорғай тауларын көрдім сен тау болып едің өр тағдырым Бәрекелді. Ал қадірлі жақсылар, тойымызды жалғастырайық. Мына жалпы ардақты меймандар, сіздер үшін жанды дауыстан шырқап жатқан Нұрсабек ұлдарыңызға бір қаттырақ қол соқ қойыңыздар. Ай, бәрекелді. Ал ардақты жақсылар, атаң болған қандай жақсы көзі қойыл көненің, әжең болған қандай жақсы құртпенен май жегенің, әкең болған қандай жақсы орындалар дегенің, анаң болған қандай жақсы сүйінерің сенерің. Ағаң болған қандай жақсы өр мінезі табанды, әпкең болған қандай жақсы асқақ таптан бағаңды, әнің болған қандай жақсы бірге басқан қадамда, қарындасың болған жақсы түзеп бере жағаңды, туысқаның болған жақсы құрметтейтін өзіңді, досың болған қандай жақсы айтпай ұққан сөзіңді, адам болған қандай жақсы сан сынаққа төзетін, адал болған қандай жақсы шан шуағын төгетін, бақыт болған қандай жақсы көп күттіріп келетін, уақыт болған қандай жақсы осының бәрін көретін дейді ардақты ағайындар. Міне бүгін Алланың қалауымен енді Роза апамызбен осы Сағынай ағамыздың көптен күткен жақсылығы, жол мұраты жету, қыз мұраты кету дейді ғой ардақты жақсылар. Сол жақсылыққа, бақытқа арнайы уақыттарыңыз бөліп келіп жатсыздар. Енді Алла қаласа осы жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп сіздердің әулеттеріңізге осы біздің Сағынай атамызбен Роза апамыздың үкілеген қыздар шаңырақтарыңызға барғалы жатыр екен. Алла қаласа қадамы құт боп, бұйыртса сіздердің әулеттеріңізді тастай бат судай сіңетін келіндердің қатарынан болсын деген келеді ағайын. Алла қаласа осы құдалық тойымыздың да үлкен астары дайын болып қалған болса, алдарыңызға суытып алмай, жалпы алдарыңызға қадірлі меймандар, бас, жамбас, кәржілік белдемелер, қазақтың сый-табағы төргі бірер, ал қалған бұйырған жіліктерді ағайын өз әлінше емденеді бір деп, әр мейманның өзіне лайықты сый асын ортаға ұсынып, соны суытып алмай, алып ішіп жеп отырайық ағайын. Ал қабыл алыңыздар, бас келеді, баспен бірге ас келеді деп осы тойымыздың алғашқы асын суытып алмай алдарыңызға ұсынайық ағайын, дайын болса. Бәрекелді. Береке бер, ішіп жейтін асқа. Жас өмірлі болсын, ата несінің мезгілі болсын. Алғашқы тілегін, томаға сыпырып түлегін түріп беретін осы біздің әулеттің үлкендеріне берейін. Тұрсын атамыз, Несіп апамыз, Маржан дәдеміз, Бақтыбай, Айгүл, Әділ, Назира, Бақберген, Бақыт, Шәкетай, Ғалия, Жанас, Марат, Күлім, Күлфия дейді. Ал, әулет үлкендер, тілек кезек өздеріңізді. Сағынай Роза, мына құдаларыңыз құтты болсын. Кегендер қадамдарына нұр жаусын. Ал екі баламыз енді бақытты болсын, дендері сау болсын. Ешқашанда екеуі қостасып ажырамай жүрсін. Заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Әрқашанда осындай той томалақта кездесіп жүре берейік. Ассалаумағалейкум,
құдағилар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын, дендеріңіз сау болсын, құдалық мың жылдық болсын, екі жас бақытты болсын, ата апаларының жолын беріп, өмірлі шүбірлі болсын. Екі жас бақытты болып, өмір жастар ұзақ болсын. Сау болыңыздар. Ал енді құрметті құдағилар, келген қадамдарыңа нұр жаусын, екі баламыз бақытты болсын, екі жаққа сыйлы болсын, осындай ақ дастархан әрқашанда жақсылыққа жайылсын. Балалардың бақыты үшін алдарыңыздағы дәмнен ал отырыңыздар. Енді әкесін көрмеген жақсылықты бала шағасы көрсін. Достарының қызықтап, роза ортамызда аман есен жүре берсін. Дендеріңіз сау болсын, главный денсаулық болса бәрі бола жатады. Балалардың бақыты үшін алып қойыңыздар. Ал амансыздар ма? Қош келдіңіздер. Құдағилар. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Шаңырақ көтеріп отырған екі жасымыз бақытты болсын. Заманымыз тыныш болсын. Тек қана осылардың жақсылығын көрейік. Бақытты болсын. Ал құдалар, келген қадамдарыңызға гүл бітіп, бүгін екі баламыз бақытты болсын. Әр шаңырақта осындай қуаныш бола берсін. Аспан ашық, заман тыныш болсын. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Екі жас бақытты болсын. Сек екі жаққа жақсылықтарын көрсетіп, сіздердің қуаныштарына бөлей берсін. Ауырмаңыздар. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Ал құдалар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына екі баламыз бақытты болсын. Қарабек, Асия, келіндерің құтты болсын. Бұйырса, бүгін уже келінді болайын деп жатсыңдар. Алғашқы қуаныштарың, үйлерінде той көп болсын. Біздің қызымыз барған жерде судай сынып балдай батсын деп жүрмек. Сендердің бір права рукаларың болсын. Не айтам? Аман болайық, осы балалар бақытты болсын. Сол үшін алып отырыңыздар. Балалар бақытты болсын. Қызымыз сіздерге барғал жатыр. Балдай батып, судай сіңсін. Осы үлкендеріміздің жолын берсін. Сол кісілердің жолында жүрсек, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Салиқалы, сапалы ұрпақ тәрбиелеуге Алла насып етсін. Бақытты болсын екі бала. Рахмет. Ал әулеттің айтқан тілектері қабыл болсын. Айтқан тілек аянды, берген бадырлек баянды. Уайымдарың жоқ, жақсылықтары көп болып, Алла қаласа болса, үйленіп жатқан екі жастың ұрпағы Қытайдан да көп болсын деп бір қол соғып қойған. Енді ардақты меймандар ән көңілдің ажары демекші, өлең деген сөз бөгін өнерпазға, өлең түгіл сөз қиын ақыл азға деп бір әдемі осы әулеттің үлкендерінің атынан бір ән шырқайық. Тұғыр тобының жігіттерін ортаға шақырайын. Сіздің үміттеріңізге бір ән шырқап берейік ағайын. Sen
Güllerim kulburları sevişir En saları bunları sevişir Şükürümle şükürleri sevişir Sevişimler sevişir Sevişir Diyarma sanlarım ve sevişir Ömrümde anladım ve sevişir Sevişimler sevişir Rahmet. Kulağımıza. Ай, баракелді, қошеметтеріңізге рахмет, ардақты жақсылар, қадірлі меймандар. Ендеше, осы болса тойымыз арқай жалғастырайық. Өздеріңіз білесіздер, бүгін Алланың қалауымен осы біздің Сағынай атамыз бен Роза апамыздың үкілеген қызы, аяулым қыздарыңыз өз ұясынан ұшқан күн. Сондан ардақты жақсылар, сауысқаннан сақ, жұмыртқадан ақ, Алла қаласа құдалардың әулетіне бақ болып барам деп отқан аяулы қыздарыңызды, осы әулеттің үкілеген қызы, Алла қаласа біздің құдалардың болашақ келіні, аяулым қыздарыңызды қолсып қошеметтеп орта қалдырайық шағайын. Ал аяулым қыздарыңызды қошеметтеріңізді аямай. Рахмет, үлгі болып, орамалын тағып келген екі жеңгесіне бір қолсап қоңыздаршы. Орамал тапқандарыңызға рахмет. Ал енді, ардақты меймандар, жалпы астың дәмін келтірген түзәулие екі кетіп сіздердің әулеттеріңіз екі елдің арасын жарастырып жатқан біздің аяулым қыздарыңызға бір қаттырақ қосып қояға қайын. Ау, көрмей жатыр деді. Көрмей жатыр сіздер ортадан кетсеңіздер ше. Шығамай қалдық қой, не бұлай, не бұлай. Бұлайға түспе деген. Рахмет, жеңгелеріне рахмет, шапқылап жүрген. Көрдіңіздер ма? Қайдай қауылға? Баян. Баян дейді. Сразу ма? Ой, енесін. Олмас, тәтеміз пайда сұр екен. Сразу түсінді ғой әңгіме. Жеңгелерді бесін деген алып риза болып кеткен. Нетсе, рахмет. Алдағы 10 мың теңге өзіңіз ғанам, сансыз болып көріңіз. Өзіңіз жасыма? Жейді ма? Нетсе, қайда екен? Кім жатырақшы түйі болан шақырайын ортаға? Жалпы, сырғаны тұрған ең таламыз ғой, бұйыртса. Сөйтейік, Аял, мен өзін жалғыз кетпей, осы болашақ күйеу баласы болам деп келіп отқан, осындағы тепсе темір үзетін күйеу балаңызды бір ортаға шақырайық шағайын. Қарсы алыңыздар. Жаратылған Алишер күйеу балаңызды шақырайық ортаға ағайын.
Бәрекелді. Алеке, қош келдің бауырым. Бүгіннен бастап Алишеріміз Алекең болдың ғой сен енді. Жалпы саған риза болдым. Не деген дух деймін да. Асқат ағамыз бар, Ринат ағамыз бар, өңшең баристардың ортасынан қызына отырған. Алла жар болсын саған енді. Жалпы қош келіп жатсың Алеке. Мына қайын жұртыңа бір ассалаумағалейкум деп амандасып қой енді. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Бүгін қыздарыңызды алуға келіп қалдық енді. Әңгімесі көп екен ғой. Бәрекелді, ой, тамаша. Қыздарыңыз алыпқа келіп қалдым дейді. Екі езу екі жағында риза. Мен де басында 5 жыл бұрын үйленген кезде екі езуім екі жақта болған. Сөйтсем бұлар екі езу жинайды екен ғой. Отаға істеп сыйлайды, алыс кетсең сағындырады. Түбінде осы аяулым сені бағындырады енді. Сен білсең бағындырғандар мына жақта. Бағындырып жоқ бұл жерде бар ғой мына жерде. Тамаша, әрине әзіл, Алла қаласа бақыттарың баянды болсын. Рұқсат болса ардақ жақсылар енді күйеу балаға бір қол соқып қойыңыздар енді. Сондай бір ашық жанды аңқылдаған жігіт екен, аузынша жүрегі өнетін сияқты ғой жота. Сондықтан қалай жалпы күйеу бала ұнады ма? Рахмет. Ұнаса да ұнамаса да осы бұйырған. Енді ардақ жақсылар енді бекер кетірмейік, батамен жіберейік. Өздеріңіз үлкендеріңізден бата алайық, кімнен аламыз? Сондай ма? Баян апамыз. Апа, микрофон беріп қойыңыз. Қыдыр бабам қолдасын. Бақ қарап қыдырдарып, бақытты ғұмыр кешуге Алла нәсіп етсін. Иә. Мына үйдің ішіне үй тіксе, үй жылы болады дейді қазақтар. Құдалығымыз мәңгілік болсын. Әлішер, саған айтарым, тіккен отауыңның іргетасы мықты болсын. Екі ортаға салған көпірлерің дүзу болсын, қиқа-сиқасы жоқ болсын. Бақытты ғұмыр кешіп, қосағыңмен қосағарып, аққудай аман есен бір Қазақстанның жақсы жариясы болсын. Саған айтарым аяулым, сен аман бол, иә, кешірімді бол. Сен Әлішерді сыйласаң, бәрін де сыйлайсың. Әлішерді сен сыйла, сен Әлішерді сыйласын. Иә, бақытты ғұмыр кешуге Алла нәсіп етсін. Шешең сияқты иманды, ақ жүзді, сыпайы, соғалпменен Әлішерді біріңді бірің алдамайтын бақытты жанұя болыңдар. Аман бол, сонан кейін саған айтарым, сен кәдімгі атаң Қасымжан сияқты айдынды бол. Әділ бол. Сонан кейін жанұяңа сенімді бол, бір-біріңді кешіріп, аман есен бақытты ғұмыр кешуге Алла нәсіп етсін. Ұзағынан сүйіндірсін, ақсақал сартысты боп, өмірлі шүбірлі, өрісті қонысты болу Алла нәсіп етсін. Өрісің қызың, қонысың ұлың, ұлды қызды болуға Алла нәсіп етсін. Бақытты ғұмыр кешсін. Бұдан кейін айтарым, айтпасымды білмеймін. Осы сендерге берген тапсырмам. Інжік болма, кәдімгі еркек бол, аман бол, атаң Қасымжан сияқты айдынды бол. Сен шешең Роза сияқты иманды, адал жар бол. Рахмет, ай, бәрекелді, ардақты ағайын. Екі сөздің басын қосылмайтын қазір үлкендеріміз аптап кетті ғой, бірақ енді осы жерде арнайы ақылын айтып, батасын беріп жатқан апамызға рахмет, алғысымызды білеміз апа, аман болыңыз. Осындай сіздер сияқты апаларымыз аман болсын. Енді сіз енесінің енесі болып келесіз ба, қалай? Енесінің әпкесі? Қарабек? Қарындасыз ғой. Жоқ, сізге кім болып келеді? Бір жағынан біреуге құдағимын. Екінші немерім осы үйдің келіні, менің немерем. Екінші келіні. Сізге әңгіме айтқанда бәле қалды ғой. Жоқ, жалпы осы үйдің құдағи. Келініңіз болып келеді ғой, келіңіз болып келді, аяулымның енесі, соны айтып тұрған ғой. Міне, аяулым жаңа сұрабаш деген ғой соны. Риза болдым дейді да, Аллаға шүкір бір енесі, менің Құдайға шүкір ең бақытты келін екен ғой, енемнің енесі бар сондай деп ағайын. Сонда ардақ жақсылар, бақыттар баянды болсын, келіп берға жақындықшы. Қадір жақсылар, мен бір рұқсат болса халықтың батасын берейін, ұнаған жерде әумин, әумин деп бір дауыс көтеріп отырайық. Ал әумин. Жақсылықтың бәрі жаны Алла қаласа, Алла қалатып болса, біздің Алишер мен аяулым бір жүріп 30-ға жасы келсінші. 30-ға жасы келгенде Алланың қалауымен егізден бала берсінші. Аман болу бәрі қашан Алишер мен аяулым бір жүріп 50-ге жасы келсінші. 50-ге жасы келгенде Алланың қалауымен жаңағы екі егіз баланың артынан 8 бала ерсінші.
аман болып әрқашан Алишер мен аяулым бір жүріп 80 жасқа келсінші. 80 жасқа келгенде Алланың қалауымен аяулым дейтін ақылды кемпірі Алишер дейтін чалына тоқал алып берсінші. Қателерім күледі осындай жерде шыққыза болғанша. Аман болып әрқашан Алишер мен аяулым бір жүріп 90 жасқа келсінші. 90 жасқа келгенде дендері сау болса апаларым сияқты немере шөберелердің қасында билеп қана жүрсінші. Аман болып әрқашан Алишер мен аяулым бір жүріп 100 жасқа келсінші. Что-то аминіңіз азайып барады ғой. 100 жасқа келгенде ұяттар барша туа жатын бауына тайып шығып өсіп. Ал ардақты жақсылар, жастардың бақыты баянды болсын деп бір қол соғып қошеметтеп ордадан шығарып. Рахмет. Жақсылар, рұқсат болса ардақты меймандар, ендеше әдемі тілектердің көшін осындағы біздің қадірлі құдаларымыздан алайық, өздеріңіздің әулеттеріңіздің үлкендеріңіз сайланып бір тілектің кезегін арнайы етіңіздер. Ал Шегірмет жасап жатқандар көп рахмет. Бұл өзі қоңыраттар өлеті баяғыдан маған жақын. Алғаш тракторист болып келгенде Сағынбек марқұм мен трактордың әліппесін үйреткен. Маржан есінде бар ма жоқ па білмеймін. Мен жоғарыда тұрамын, шешем төмен үйде тұрады. Сол үйге кетіп бара жатсам, Сағынбек марқұм көріп қалса ренжитін, мен кірмей бара жатсам. Үйінен дәм татқызбай кетпейтін. Шақырып алып дәм таттырып жіберетін. Ел айтатын, ой Сағынбек деген Айтбектің жеке механигі деп шығарған кезінде. Сол сияқты бұл әулет жақсы таныс маған. Талғат марқұмда жатқан жерлер жайлы болсын. Келетін, Құдеке жем тартады. Құдеке бір кішкене әңгіме ғой бұл азда, ренжімеңдер. Құдеке сізге жеңілдік. Үлгот бар сізге де жарты ақшасын алып, жарты ақшасын кет. Қалтасын алып берсем, қайдан алып шығарып тастайды. Сізге жеңілдік деп. Сол сияқты Сағынбек марқұмда ылғи постоянно құда деп жүретін. Енді жиенім жағынан құда ғой енді. Бірақ анық нағыз құда болатын білмеген кім біледі? Постоянно аузынан тастамай, шәкірелер үйтіп айтпайды. Сағынай марқұм айтатын. Құда деп постоянно көрген жерде. Сол сияқты мына екі баламыз шаңырақ көтеріп жатыр. Екеуі бақытты болсын, шаңырақтары берік болсын. Өмір жастар ұзақ болсын. Денсаулықтары қуатты, өмірлері шуақты болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу балаларың 100 жылдық болсын. Арамызда қарашай болса да сізбіз десіп, сыйласып, аман есен жүре берейік. Денсаулықтары мықты болсын, тойларың құтты болсын. Тойларың тойғыласа берсін. Сіздерден қыз алып, құда болып жатырмыз. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, екі бала бақытты болсын. Екі жаққа бірдей сыйлы болсын. Осылай әрқашанда сыйласып, жүре берейік. Жайып жатқан дастархандарыңызға рахмет. Сіздерге де баршаларыңызға осы үйлеріңізде осындай қуаныш, той болсын, жақсылық болсын. Сол Айдар ағам. Құдалар енді біз енді таныспыз ғой бәріміз. Мәселе енді осы жаңа айтып жатыр. Маржан деген енді Сағынбек марқұмға келіп, ол енді біз өзіміз компон болып кеткенбіз. Осылармен бірге оқымасақ та былай араласып бірге жүріп өттік. Бұл енді бұл жанияны беске білеміз ғой. Бұлар да бізді біледі енді. Жақсымызды, жаманы жағында бәрін біледі енді. Сондықтан бізге негізгі мақсат екі бала бақытты болса болды. Қалғанымыз өзіміз енді бұрыннан сыйласып, бұрыннан бірге жүрген адамдармыз. Бізге негізгі осы екі бала бақытты болып, шаңырақтар биік, қосағалар берік, бір үлгілі семья болыңдар тілектеспін. Бақыт мысалы Сағынбек марқұм қарындасы, бәлен жыл көрші болдық мен еткенше. Осы мені бір туған ағасындай күтетін. Барлық жерде шайымды қойып, түн ішінде келсем де осы Күлғайша больницаға жатып қалғанда осы түнгі бірде келсем де тұрып тамақ беретін маған. Ондай көршілер қазір жоқ. Осындай аман болсын, ендері сау болсын бәрін. Осындай жайылған дастарханыңыз әрқашанда осындай болып, балаларыңдай пейілді осындай үлкен ақ жарқын болсын. Ал енді екі бала бақытты болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Өйтіп ауыз бірлікте кең дастарханда бас қосып жүре берейік. Екі бала бақытты болсын. Енді мына қайнағаларымыз, қайынекелеріміздің, құдалардың құрметіне бір ән айтайық. Рахмет. Айдым, ал қиқулап қойыңыздар енді. Дүние ойлап тұрсам, шолақ екен.
Adamlar bir-birini konak ekin. Barında oralının oynada kül. Dünya öte çıkar kaskağımda. Barında oralının oynada kül. Dünya öte çıkar kaskağımda. Ak köylek kızıl beşbek kurmum giysin. Yetigi suyretülüp jerge tiysin. Barında oralının oynada kül. Kör almay düşmanların eşek isin. Barında oralının oynada kül. Kör almay düşmanların eşek isin. Arada oğlum göçüp mayda kumga. Görünür diye solun kaylağında. Barında oralının oynada kül. Kızlatın jigit gömüz oydan. Barında oralının oynada kül. Kızlatın jigit gömüz oydan. Tamam. Barakeldim. Aradağımıza olsa koyunuzra koyun ya. Medet bolsun aldыңда тура берем. Не керек бәрін жасап, құдалар ақшаңды сал. Түйба орамалға табаққа тастап жібер. Соңғы рет қарап алдай дейді ғой қайда. Сол сияқты ардақ жақсылық қабылдаңыздар. Төс қақтарды орта қалдырайық сіздердің құрметтеріңізге. Рұқсат болса, қадірлі меймандар, отырғанымызға біраз уақыт болды. Сондықтан да әумейінде бір ас қайыратын тұратын уақыт келді деп ойлаймыз. Ал, ардақты меймандар, қадірлі құдалар, өздеріңізден әумейінде бір ас қайырып қойыңыздар енді. Бөдіне дейже болады, қағауыздар, құдалар, қыдыр келсін қасыңа. Сені осы үйден байлық өтпесін, Тәңір берген берекесі тектіресе кетпесін. Бақытты болсын, ұл-қызың жоғары болсын, жұлдызың. Аллах акбар. Ал енді біз бұйымтайымыз. Әлі көрген ба? Аннарды түсірші. Бұйымтайымызына қызға қол қасап келді. Сондықтан енді шығамыз салып оқат етіңіздер. Менің қолым емес, Дилязинаторының қолы деп ойлаймын. Бақыт берекесін ала келсін. Амин. Не болды бірінші Көзге бекем Сен көзін көремін, қырғайша қол тірілдеп тұр өтсірған. өзің шеште. Шешемейсің сен. Түріне қарасаң жасырақ сияқты, бірақ көз көрмейді екен. Шашын бояп қойып дір-дір әдемі болып қапты, Күлғайша дейді, ауылдағыдан көрді. Шашы ғой өтірік айтпайсыз. Жоқ, өзім сондаймын десейін. Ей, Күдипа, балапандарың өсіп жатыр ма? Міне сен өсіп жатырмысың. Ауылда ма, далада ма? Ауылда жоқ.
Құтты болсын жаным. Келінімізде маңлайынан сүйіп қояйық. Иман жүзі аман болып бақытты ғұмыр кешкендер жаным. Жеңгелеріне берсең. Сырғалым, сырғалым, шашпаулым болды. Хадишаның келіні. Ана жалғыз бауырының баласы болған. Қоржынымызды ашып табыстырайық. Бірінші құрағымызды шақырайық кеміз. Роза, Роза. Ол емес, оғыз жұмыс істеп жатыр. Бітірді. Оғыз бітірді. Оғыз бітіріп жұмыс істеп Алғаш пешім болғаннан кейін ба өзім қобалжып етіп тұрмын. Құдағиымызға комплект. Алтындай жарқырай берсін. Құрыштың бәрі сенесің болды. Құрыштың бәрі сенесің болды. Баянның сырғасына ие болып, Шәрбат мама сияқты алмайды. Өзінің сырғасын таба алмайды. Бұл табылды ма? қалтасына салып қойып Бері қарай, елге қарат, камераға қарат, сақтаңыздар. Иә, теріс тұрмай. Теріс қарап. Иә, иә. Ай, өзің сырған чеш. Көрмейді. Ай, алмайды, дұрыс. Алмайды, дұрыс. Ол түребіз, Алған бергенде жоқ, балалар бақытты болсын. Амин, айтқан. Иә, екеу бақытты болсын. Енді бас құда Асқат. Асқат құданы шақырсаңыздар. Асқат құда жұбайымен келсінші. Асқат бен заказ келді. Питер, пакетте сап құлықтасын бересің. Альбер жазасын. Асқат өзі келді. Асқат келді. оның жұмысы ары бері жүрегін аударып оның жұмысы жүрек аударып Ринат құдаға, бас құдаға. Асқат құдаға. Иә, Асқат құдаға. Жұбайы. Альмираға алтын жүзік жеңгесіне. Бері қарап көрсетеміз, бері қарап. Алтын жүзік жеңгесіне. Құтты болсын, егеттеріңізге келіңіздер. Енді Ринат құда мен Баян жеңгесі. Оның басына. Міне, Ринат құда. Ол кісіні спортивный деді. Баян. Спорттың дөңгелегінде деді. Келіңіз. Камераға тұрыңыз. Бер қараймыз. Камераға. Баян. Баянға да алтын жүзік екінші жеңгесіне.
Құдамыз мың жылдық болсын. Құтты болсын. Баянға жуасың ғой, жүзі ғой, ә? Бүгін жуамыз дегенде бастап. Осы үйде Құдаша, Перизат деген қыз келсе. Перизат, күйеу бала Дархан. Перизат келе бер, күйеуіңіз деп жүресің бе? Иә, соны айтам. Күйеу бала. Күйеу бала Дархан. Сенің жалғыз күйеу баласы еді. Әлішермен екеу болды. Камераға қарашы. Камераға қараңыз. Үлкен қызы. Суретке түсесің, тұра тұрып шешпе. Айшоның үлкен әрпесі. Телефоныңды берші. Перизатқа құлағын алтын сырға. Ана сөз қалып. Бала шағам бұл кегер бақ тұр. Кіндік мамасы Ғалия тәке, содан кейін кіндік папасы Чакетайға. Алтын жүзік. Кел Чакетай алдына. Шықтыр аяққа Чакетайға мінесің. Кіндік мамасына алтын жүзік. Қолына сақида. Расым менің айтып қойды қой. Сияды. Симаса да сидырамыз еді. Ғалия тәкеге орамал. Рахмет. Құдағидың әпкесі Сұлхан тәте. Ой, Сіңілісі ма? Ол кісіге де орамал. Ол кісіге де алтын сақида. Так, құдамыздың қарындасы дейді, Камчат. Камчат кел. Осы үйдің үлкен бақытта екен. Бақытта теге набор күміс. Шынша орамал. Камерада жақта. Бақытта теге күміс. Бренд күміс. Бақытты болсын. Ол кісінің жігітіне қайсым шалар? Балабағы бар. Кешке келеді малдарға. Балабағы бар. Айгүл тәте дейді. Негізі екеуі ғана тұрып жатыр. Жоқ көп. Күміс. Көңілді
келгендеріңізге ниеттеріңізге рахмет. Дейді Гүлфия. Kele koy Gülfiya. Gülfiyaga күміс. Gülfiya құтты болсын. Кім дейді? Gülfiya. Күміс. Одан кейін осы жерде Роза тәтеміздің, бағлаймыздың үлкен абысының Маржан тәтем. Келіңіз. Маржан тәтеге күміс. Иә. Балалар бақытты болсын. Иә. Ләйлә тәте. Алтын жүзік. Роза тәте. Қалың малына миллион. Ана сүтіне 100 мың. Өлтіріне 100 мың, жаңа бір коробка арақ бар. Так. 8 алтын. Келінге бриллиант құлағына. Күмістен 5-еу. Оны қоспағанда 28 ба 30 жағалық. Ашып көрсетейін. Ақтыра берейін ортаға. Жаңа Айдардың есіндегі матын ба? Қайша. Күлқайша. Мәні. Ой, мен нені ұмытып кеттім ғой. Жаңа Айдардың машинадағы. Ақасы мен апасы бар еді ғой. Қора қазаға мен апаға. Осыны кемес ба? Жоқ, мен келін отыр, келін. Қора қазақтағы шапан. Тақиясы. Апасына камзол. Жоқ. Қора қазаған. Мынаны кімге кететін мыналар? Ол кісінікі бөлек. Атаға костюм шалбар. Апа деді ғой сізге. Көшті. Құтты болсын. Қайша бір сумка дейсіз тәтеге? Қалай ма? Ана арағында Көтеремейсің әтем. Ана
Тамаша. Бәрекелді, ал ардақты жақсылар, құдалық тойымыздың екінші жартысын бастайық. Қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, ардақты меймандар, қадірлі құдалар, бәрі жақсы ма? Ай, бәрекелді, ал ардақты қадірлі ағайын, олай болса алдыңа қайта келім қалың қазақ, заманы болып жүрген сәлім ғажап, кешкеде еміз-еміз іргелейсін біреудің бағындағы талың қадап, анда-санда белгі бүркеткенмен, негізі біздің қазақ бауырмалақты бірімізге тең бауырмалдығымызда астық ылғаспен көрсетіп осы дүбірлі құдалық тойымыздың екінші жартысын бастаймыз деп бір қол соқып қояйықшы ағайын, Тамаша, енді ардақты меймандар, қадірлі жақсылар, осы құдалық тойымыздың екінші жартысын бағана той кезінен бастап тілекті бергенбіз, енді ол кісі кішкене кешігіп келді, сондықтан да Тұрсын атамыз отыр екен, осы Тұрсын атамызға бір тілектің кезегін берсем деген ой болып тұр, сондықтан да ал Тұрсын ата сөз көзек өздеріңіз енді құдалар. Құрметті құда жекжаттар, ауылдастар, бүгін біздің мына балаларымыз бас қосып отыр екен, заңды некелерімен құттықтаймыз. Өсіп өніп көгеріп көктесін. Алла біздің барлық айтып жатқан тілегімізді Алла өзің қабілет. Үштерінде қайда жүрсе де аман есен жүруге Алла нәсіп ет. Өсіп өніп көгеріп Алла солардың біздерге қызығын көруге нәсіп ет. Рахмет. Алла тілегі қабыл болсын. Осы жаңғырып жаңадан шығып отқан қадірлі құдаларымыздың құрметін арнап жатыр. Жалпы жаңғырған құдаларды бекер айтып отқан жоқпын. Өйткені бір осыдан 6 жыл бір той бастағанда ағамның жаңғырған жаңа құдалары шығып еді.
Содан кейін тағы бір тойына шақырды. Ол кезде жаңғырған құдалар жаңағы төрде отырған кезде, екінші тойына барған кезде уже мына қарай төмен қарай түсті ғой. Сарысөк құдалар бұл. Тағы бір тойына барсам, жаңағы құдалар мына жаққа қарай төмен қарай түсті ғой, кішкене шыға беріске қарай. Генерал құда бұл. Тағы бір тойына барсам, уже жаңағы жаңғырған құдалар далада жүр ғой. Аға не істеп жүр десем, сен кезінде тойымды басқарған кезде жаңғырған құда едік, қазір қаңғырған құда болып қалды. Сол сияқты ардақ тағайын, қаңғырған құда деген ол Сарысөк құда болды деген сөз ғой я. Сондықтан Алла қаласа Сарысөк туысқан болу да нәсіп етсін деп бір қол соқпаңыздар ағайын, иә. Бәрекелді. Ал ардақты жақсылар, ендеше рұқсат болса, жаңағы тілге тиек етіп, қазақ аттан сүрінсе де салттан сүрінбейтін халық дедік. Сондықтан да осындағы құдаларымыздың құрметіне құйрық бауыр деген, құда дегізген, құйрық бауыр жегізген демекші, құйрық бауырды ортаға алдырайық ардақты ағайын. Ал олардың құрметіне. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, құйрық бауыр жемесен ай, несіне құда дегізген ай. Мына құда, жас болса да бас құда, құйрық бауыр жегізейін, аузыңызды аш құда. Мына құда салмақты, бәрінен де ардақты, құйрық бауыр асатайын, тістеп алма бармақты. Ал құдалар жол болсын, дастарханың мол болсын, бала шағаң ержетіп ай, күнде осындай тол болсын ай. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, құйрық бауыр жемесен, несе құда дегізген ай. Ой, бәрекелді. Тамаша. Бәрекелді. Тойымыз арқай жалғастырайық, бір әдемі тілектердің көшін осындағы қадірлі нағашылар қауымынан тілектің кезегін алдырайық. Рұқсат болса нағашылар қауымы, нағашыңды сыйлай біл, ақ сүт үшін анаң деп осындағы ақ сүт берген анасының туысқандары, нағашылары Сара, Ғалымбек, Сұлухан, Қайрат, Ләйлі, Ғабит, Фарида, Сәбит, Айжан, Анар, Марат дейді. Ал нағашылар қауымының тілек кезегі өздеріңізде. Құда жекжаттар, тойларыңыз құтты болсын, тойшыл қауым. Балалардың өмірі ұзақ болсын, ақтысы сартасы болып қосағынан қоса қарсын. Өмірі қызықпенен өтсін балалардың. Қашандалда қолдасын, еш жамандық болмасын, шаңырағына бақ қонып, басына бақыт орнасын балалардың. Жүктар жазылмасын Алла. Осылардың жақсылығын көріп, ата-анасы да ұрпақтарының үлгі жасауына, осылардың қызын көруге, бәрімізге де еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, Алла қызықтан қызыққа жеткізуге тойдан ажыратпасын. Бәрімізден де халқын, ел жұртымыз аман, заманымыз тыныш болсын, осыларға жүрсін қалған бір рахат заман болсын деген. Бәрінің бастарын амандық сұраймыз. Өзім olsun. Akınның Сағынайдың үлкен бажасы боламын. Нағысы қасымдағы жолдасым Қалибайдың қызы. Білесіздер. Ал құрметті құдалар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мына төрде отырыстарыңыз құтты болсын. Енді мына екі баланың құрған шаңырағы бек керегескен, терезесі тең болып, осы жердегі аға апалары сияқты үлкен бір ауқатты, бір жақсы бір семьяны бір болып кетсін. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, біршілік, ынтымақ тілеймін. Әр үйде той болсын. Zamanımız tınış bolsun, elimiz aman bolsun, patişamız tınış bolsun. Осы аяулымыз қызымыз енді сіздерге барып, балдай батып судай сіңсін.
өздеріңіз сияқты мына үлкен апалар сияқты бір үлкен шаңырақ иесі болып сіздерге барып дана келін болсын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, саулық, той тілеймін. Бәріміздің басымыз осындай той думанда қосыла берсін. Мына келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мына Сағынай мен Розаның кішкентай аяулымыз бақытты болсын. Шаңырақтары биік, терезелері кең болып, алтын көпірлеріңіз құтты болсын. Заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болып, екі баланың арқасында ойнап күліп, сіз біздеп жүре беріңіздер. Bir жағы бауырларымыз екенсіздер, бөтен адам емессіздер. Бәріміз ауыз бірлікті, ынтымақты болайық, жақсы болайық. Аман саламымыз дүзу болсын. Қайда жүрсек те аман болыңыздар. Денсаулықтарыңыз зор болсын, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып, әрдайым ауыз бірлікті, ынтымақты болыңыздар. Менің бар тілейтінім сол, алдарыңыздағыны алып қойыңыздар. Мен Жаркенттен келген атым Сара, Қалибай қызы. Басқа деген баталарыңызды беріп қойыңыздар. Соны қолқау салып енді осында бауырымыздың тойы болады. Сол тойға бір арнауай, бір арғай тізгінді арғай жалғастырып көреген ниетте шақырған болатын. Сондықтан да асыл домбыраның 3-ші орын иегері болған Санжарды ортаға шақырайын, бір қаттырақ қол соқтыңыздар. Ассалаумағалейкум. Керегес ағаштан, түбі алаштан болған қазақтың асық айбынды елі, ардақты қаңлылар. Мен де өзіңізге бөтен емеспін. Қарт киелі Таразда Жуалы дейтін жер бар. Сіздердің отандарыңыз, қаңлылардың елі. Сол қаңлылар маған нағашы болды, қызыл қаңлылар. Бүгін құдалар да, қыз беріп жатқан кісілер де қаңлылар болғаннан кейін бір өзім туысқандарымды көргендей болып тұрмын мына жерде. Әйтпесе Айдаладағы Тараздың баласы Сарыөзекте өзінің туысқандарын табады деп ешкім ойламайды ғой мына жерде. Келіп жатқан қадамдарыңызға гүл бітсін. Bir қыз алып, bir қыз беріп берген бір кереметтей қазақ еліміз ғой. Енді жиен болып келіп тұрғаннан кейін бір жиендігімді көрсетіп, осы қаңлыларға, нағашыларыма өзім арнауымды айтып жіберейін. Қол соғып, қол поштап қойсаңыздар. Санжардың өлең жыры төгіліп тұр. Қарасам шабытқа да беріліп тұр. Жиені келген кезде қолдайтұғын қаңлылар қандай ел екені көрініп тұр. Қарасам әр адамның санасы бар, жекесі бар, бөлегі бар, дарасы бар. Ассалаумағалейкум қаңлыларым. Жиенді сыйлағанның бағашылар. Құда боп келіп қапты екелге де, ізінен ерген құлын танасы бар. Ағалар мен апалар осындағы, бәрінің елден биік бағасы бар. Мен деген қаңлыларға жиен едім, жиенді сыйлағанның бағашылар. Сарыөзекте жиен келеді кім ойлаған? Бұл сөзге барлығының таласы бар. Көп ұзамай сәлем беріп кетейін ал. Барлығының жақсысы мен сарасы бар. Ассалаумағалейкум, көптен тапқан Сарыөзек еліндегі нағашылар. Мен деген Тараз жақтан келіп тұрмын. Нағашы өз елімді жолықтырдым.
өзімнің апам қызыл қаңлы еді. Осы жайлы деректі толықтырдым. Екі елде қаңлының ел екен ғой. Бүгін өзі біртүрлі болып тұрмын. Аталар мен апаларды көрген кезде жақсылыққа әрдайым жорып тұрмын. Мен өзім кемпір шалдың баласы едім. Осы жерде жақсылап желіп тұрмын. Аталар мен апаларды көрген кезде өз апамды көргендей болып тұрмын. Жөн емес қызыл тілім қайралмаған, жөн емес мына жерде жайланбаған. Қаңлы дейтін ежелден ол мемлекет еді, тұнығы ешқашандай лайланбаған. Қазақ хандығы болмай тұрып қаңлылар болып еді. Осын жағын дұрыс қой ойланбаған. Керей менен Жәнібек алғашында шу менен Мойынқұмда сайрандаған. Қаңлылар хан қылып көтеріпті. Осы жағын дұрыс қой байландаған. Қайханы болса дағы бұл қазақтың, қаңлылардың алдында жайрандаған. Ұзын сөздің қысқасын айтқан кезде қаңлы болмай хандар сайланбаған. Тәңірім әр адамды иықтетсін. Қаңлылар жиенің сүйіп кет. Қай адам қабақтарын түйіп кетсін. Қаңлылар мен қаңлылар құда болып, қарасам берекесін жиып кетшін. Ендеше шапалақты аямайық, жақсы сөзге жақсылар ұйып кетсін. Шапалақ ұрмай отқан апалардың осы айдағы пенсиясын қиып кетсін. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелерге күйеуінің жұдырығы тиіп кетсін. Шапалақ ұрмай отқан ағалардың үйіндегі светің қиып кетсін. Аяулындай қыз берген қаңлыларда Әлішердей күйеуін сүйіп кетсін. Ұзын сөздің қысқасын айтқан кезде шарапаты жақсыларға тиіп кетсін. Шапалақ ұрып отқан ағайынның Тәңірім несібесін биіктетсін. Санжар енді өлеңін шығарады, тыңдағандар әр сөзін құбалады. Бұл көше мәңгілік ел көшесі дейді. Әрбір сөзін осында құбалады. Аяулым осы көшеде өсіп еді. Осы өлеңім болады жүда мәңгі. Ал құдалар Қызылжардан келіп отыр. Осы жайлы өлеңім құралады. Мәңгілік ел көшесіндегі үйге келіп, Санжарда өлең жырын шығарады. Алла қалап құдалық мыңжылдық боп, жақсы қаңлы қолына ту алады. Мәңгілік ел көшесінде өскен ару мәңгілік қыла берсін құдаларды. Қарасам құдалардың сапары бар. Жақсысының иегінде сақалы бар. Қыз алсаң қаңлыдан алу керек. Жаға тұғын әрдайым шапаны бар. Санжардың көңіл әркес толады ғой. Шабыты да көңілге қонады ғой. Қаңлының қызын алса байқап тұрса, дей алмаймын гүлдері солады ғой. Анау төрде баяндай апам отыр. Санжар оны жақсылыққа жорады ғой. Қыз беріп отқан мұнау әулеттің, сенібі де басқасы жоғары ғой. Келіні аяулындай болып тұрса, бұйыртса баяндайын болады ғой. Қадірлі жақсылар, рұқсат болса әдемі тілектердің осынаға сары сүйек құдаларына тілектің кезегін берейік. Құдалар қауымы Ануар, Күлфира, Талғат, Күлбаршын, Бейбіт, Күлшара, Мария құдағи дейді. Ал, сары сүйек құдалар сөз кезек өздеріңізде. Құрметті құдалар,
мектебінен алған орындарыңыз құтты болсын. Құлағыңыз мың жылдық болсын. Келеріңіз жүз жылдық болсын. Атақандарыңыз жақсы қызауыр, заман жүрдіңіз болсын. Енді мен бұл әметке құда болғаныма жаңағы бірге сұрап отырмын, 11 жыл болды. Енді 4 немере көріп отырмыз. Енді қызым келісіп алдым ғана аудан бойынша 2 журнал болды. Оны мақтанышпен айтып отырмын да. Енді күйеу балаңызды арқан мына оңтүстік облыс бойынша автошколаларының 1-ші журналы болды. Енді осы балаларда осы деп ойлаймын енді Айкоға енді Айко студент болып жүргенім бірге қабылда болды, бірге оқыды, бірге өстеді екен. Енді бар жақсы деймін осыларға. 2 жас бақытты болсын. Тек қана жақсылан көріп енді сағынай бұрын енді еш уақытта орынсыздықтай тек қана жақсылан көріп енді көрмеген жақсылықтар енді Құданың көрмей кеткен жақсылықтарының дос қызлары көрсетсін енді Құдам енді алтын кіседі ғой енді мен Сарыөзекке жетіп білген кезде қызларда варта ашылып тұрады. Енді ондай Құдай енді жатқан жері жайлы жаманша кетуге топырақ торқа болсын енді қанша дегенмен енді екінші қызы енді ұлдар үйленіп енді сыйлас қызасы ғой енді Айконың барған жері жақсы жақсылығын көрейік. Негізі айтатын сөз көп енді. Бірақ енді әлі тойдан келісеміз ғой енді осы тек қана жақсылығын дастархан жақсылыққа жайылып енді тек қана жақсылығын көрейік осы әдетпен. Айтқаныңыз келсін, ой, рахмет. Өйткені менің классасым болған, Меруерт деген. Бұл кісінің әпкесі болған. Ол менің классасым болған. Өте жақсы қыз болған. Кішкентайынан адам әлге көрініп тұрады ғой. Адамның жақсылығы бетінен жүзіне көріп тұрады. Енді сол Меруертті көргенге дей болып тұрамын осы қызды. Шыны керек. Елдерім сол басы осы құлағымыз 1000 жылдық болсын. Күйеу баламыз. Роза ата сізге рахмет, дастарханыңызға рахмет olsun. Ай, тамаша. Қарабек ағамызға рахмет. Жалпы қосыламыз ғой кісіге, бұл кісіге рахмет, Алла разы болсын. Меруерт деген классасының сіңілісіне теңге беріп жатыр ғой енді. Сонда жақсы адам еді деп. Менің әкем кезінде асыққа берген үшін маған теңге бермеді әкем. Енді ардақ жақсылар тойымыз арға жалсақ осы біздің құдамыздың құрметіне, ағамыздың құрметіне бір ән шырқап берейік ағайын, жігіттермен қосылымен қабылдаңыздар. Өйткені ардақ ағайын бұл жігіттер анау тойға ат басын тіре бермейді, сондықтан енді осы тойға келгеннен кейін барынша бір әдемі ән шырқап берейік осында құдамыздың құрметіне қабылдаңыздар. Өзіміздің мына Қарабек ағамыз айтып отыр, сен Сарыөзектікі емес Қызылжардікісің деп. Жалпы осы әке шешемнің бәрі кіндік қаны тамған жер Қызылжар ғой енді. Қызылжар десе жаныма жақын ауыл, бірақ дегенмен де Қызылжар болсын, Сарыөзек болсын бір Кербұлақ ағайын, сондықтан Кербұлақтың құрметіне шығарған әніміз бар еді, киелі Кербұлақты, содан бастайық, содан кейін ары қарай қазақтың халық әндерімен жалғайық. Құйқылап шулап қойыңдаршы ағайын. Ақындары, ақсақал ақылланып, тау болған матай шаған батырлары, айсағай намыстары,
Atmış bu varızları Beygir'in aldım vermez şarısmadı Yiyeli ker kulağım Zirdim sen şumalım Girdim ne gözlerinde yıkılamım Halların şovlarım Gülüm gül olurlarım Özümü üşkün gezdi Özüm toprağım Özümün üşkün gezdi Özüm toprağım
Рахмет. Бәрекелді, қошеметтеріңізге рахмет. Енді ардақты жақсылар, осы құдалық тойымыздың ең соңғы бір тілегін беріп жіберейік. Осындағы тілек кезегі Ғани Камал дедем Шынар және класстастар 64-тер дейді. Бар ма? Сіздердің шыққан төрлеріңіз құтты болсын, менің ағашыларым. Келіндеріңіз құтты болып, босағасы беріп шаңырақ бет болсын, алдары нәсіпті болсын, ауыздары нәсіпті болсын, алдары бесікті болсын, қораларын алға толсын, үйлері жаққа толсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, әрқашанда жақсылықта тойда басымыз қосуға Алла нәсіп етсін. Аман есен болыңыздар. Құрметті құдағилар, міне бүгін қандай қуанышты күн. Міне Карка бауырымыз осы біздің Сашка жолдасымыздан өзіміздің қызымызды келін қылып түсіргелі жатыр. Құтты болсын Карка бауыр. Келіндерің құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Көтерген шаңырақтары биік, керегелері кең болсын. Бір халқының қалаулысы болсын, үлкен семья болсын, қарт апа әжелеріміз жолын деп сол кісілер сияқты ақсақалды сар түсті болсын. Ал Роза, мына қыз өріс деген енді уақыт солай білеміз бәріміз. Өйткені бұл қыз өріс болғасын кеңейіп, ұлғайып атсын. Барған жері бақытты болсын енді. Құдан құтты болсын. Әрқашан осындай жақсылықта, тойда Алла тағалам осындай ағдасыған басына жиылуға Алла тағалам нәсіп етсін. Енді бәріміз де қуанып жатырмыз. Құдалы болды, танитын, білетін, өзі жақсы. Міне Карка бауырымызды бәрін білеміз, баланы да білеміз, қызымызды да білеміз. Міне қандай жақсы. Білген жермен құда болып, ауылымыз аралас, қойымыз құрылас отырмыз. Сондай енді жақсылық құласа берсін Роза. Әрине міне Сашка жолдасымыз да бір аунап түсіп жатқан шығар. Осындай қуанышты күні міне өрісі кеңейіп жатқанына бір аунап түсіп жатқан шығар. Енді Алла тағала осы қызымыздың алдынан жарылқасын. Өгіл семья болып құда мың жылдық болсын. Рахмет. Сау болсын. Енді ардақты меймандар, жалпы әкең өлсе де әкеңнің көзі көрген өлмесін дейді ғой қазақта. Сондықтан да әкесінің артынан арнайы келіп отқан осы класстастарына 64-терге бір қаттырақ қосып қойыңыздар. Алла разы болсын бұл кісілерге. Рахмет. Жақсылықтарыңыз бөлісіп жүре беріңіздер. Енді ардақты меймандар, сөйлей берсең сөздің мәні кетірмекші, сөзіміздің мәнін тойымыздың сәнін кетірмейік. Алла қаласа үлкен тойымыз бар. Сондықтан да осындағы тәтемізге табыстайын, тамаша сый-сияпаттарын табыстап, әдемі бір тілегін жолдап Ал енді құрметті құда жекжаттар, енді Қарабек, Әсия, енді бәріміз енді бір ауылдан шығып отырмыз. Енді мен күйеуім қыздар болғандықтан, енді ыстығымызда суымызда бір. Енді сендер тем более Ростатемен ыстық суықтардан бір болып кетті. Бір ауылдан шықтық, бір ауылдан шығып отырсыздар. Енді не айтам? Осыдан бұлағатай енді ауыз бірлігіміз, тіршілігіміз бір болсын, аман болайық. Бала шағамыздың тілеуін тілеп отырған, тілеуіміз Алланың құлағына шалынып, осы балаларымыз аман болсын. Енді орамал тон болмай, жол болмайды, орамал тон болмайса жол болады деген, со қырық үйден қырық шықпаңыздар деп, енді сый-сияпаттарыңызды берейік. Бірінші Қарабек ағаға еді. Қарабек берғатай шығасың ғой дейм, Әсия екеуін шығыңдаршы. Енді сендер бірінші қуаныштарың бас құдасыңдар, бұлардың алғашқы қуаныштары братишкаға ренжіме енді. Енді мен құдамен Әсияны ортаға шығарайық енді. Екеуісіне Қарабек құдаға басына шешінбесен қалай келсін деп айтады. Осылай ғана шешін, одан ары шешінбе деп айтады. Басына тымақ, үстіне норковый тымақ, үстіне норковый жағасы бар. Көп қалешін, шуба дейшін. Құтты болсын Қарабек, жуасын, ертең барам үйіңе деп. Ал енді Асияға, құдағиға, енді бұлар, енді бұлай нақты құдағи болғандықтан бұлар атап тұрып берейік қағандардықын. Енді уақыт деп анаяқта сабыр қылқындырып атқан шығады. Алтын жүзік. Құтты болсын. Үстіне норка жағалы пальто. Сырттан
Çeşnisi var diyor. Köyün çeşnini жақсы көреді ғой. Сен де чешесің. Пысықтама. Ладно енді сен келін алдың ят болады деп. Ал құтты болсын. Келіндерің құтты болсын. Қасы енді. Оны өзіне таңдап тұрып алған жеңгелер өзіне апарып береді енді деп. Дальше. Дальше. Сен әйеліңе бере бер. Ермен яқтан. Все. Шешкенімді алып қалды ғой дейм осылай. Дина апа деген кім? Дина апа. Күткен ки, өзің күткен ки бар. Дина апаға. Енді Асия біз жақ енді ренжімеңіздер. Солай. Асем деген кім дейді? Құдаша. Асем. Сен өзің Мария. Біз енді біреуін танысақ, біз ауылды қыздардікілер танимыз енді. Марат аға деген. Кім Марат аға? Күйеу бала. Анар тәте. Шуба. Анар тәте деген кісі кім? Мынау несі? Күлғайша ғой, е? Күлғайша апаның шайқына. Сіздің алтын жүзіңізбен мынау сіздің шапаныңыз. Кіндік шешесі Әлішер. Қолыңызға не қарбыр қалды енді? Алтыныңыз. Жеңгем мен. Гүлмира. Құдағидың жеңгесі. Гүлмира, Құдағидың жеңгесі. Пальто. Айпа кеткен, айпа. Айпа, пальто. Асел деген қыз. Амсыны. Аселя. Асел. Nurmuva апанікі. Кардиганы. Алтын жүзік. Nurmuva апанікі. Сіз құтты болсын құдағи. Второй раз құдағи. Жуасыз деп айтты. Нағаш апасына. Пальто. Қарындасына аяуым. Сіз отырышыңыз? Қарындасы. Ал қарындасы кімнің? Әлішердің қарындасы. Аты аяулым. Кольцосы и Асемна. Күлтай апаға пальто. Пальто ғой дейді? Күтті. Көрші Күлтай апа. Айтпек бір жақ көрші. Айтпек аға. Нағаш ағасы ғой деймін, нағаш аға. Пальтосы. Жәнібек аға дейді, курткасы. Жәнібек аға, кім? Жұман аға курткасы, кім? Жұман аға. Курткасымен, не, пакетмен. Айдар аға деген кім? Айдар аға. Ой, бірге беріп өтті ғой, күтіше бөліп сатып қой. Жарайды, картетіз ғой, бәрібір бөлмейсіздер деп айтты. Бижамал ғой деймін? Мен коллегама бұл. Бижамалға? Бижамал құдаша болады ғой енді бұяққа. Мынау сырғасымен, мынау орамалы. Сәкен. Ержан, пакет берген? Ержан деген кісіге
Жатырмыз кімге қалай туысқан болып келе жатқан ренжімеңіздер енді. Әйтеуір Құралай. Сен жеңге ме? Асияның жеңгесі Құралай дегенге Құмысқа. Құтты болсын. Дальше. Мына екі алтын Асия енді. Кімге дұрыс бермей қалып деп өзің ойлайсың ғой, енді соларға бересің. 7 алтын, бір күміс. Енді риза болыңыздар. Енді қызымызға дұрыс қараңыздар. Әйтпесе мен қызжардамын, Қарабектің үйіне күнде барып тұрамын. Системаны басқа сақ кетейін. Басқа біреке салып, инфаркт бергізіп. Құдай сақтасын-ау. Мынау күйеу жолдасынікі, енді ол мияқты емес енді, аяққа апарып беріңдер. Мынау қыз жолдасының алтыны, енді о да осы аяққа кетеді. Кімге пакет бермей қалды? Риза болыңыздар. Мына мен землячкам. Землячка деп вот, коллегам. Не берем ол? Мына ескі құдалар что-то бар жетіп. Ауыз бірлікті болыңыздар. Мыналарды көрдің ғой Қарабек? Осыларға қосылып бар. Не пропадешь. Жақсы адамдар өздер. Ал тек қана жақсылыққа бас қосайық. Енді мына братишкам ала көзбен қарап жатыр, берейін өзіне. Барлықтан менен талтыман ол микрофон шаш. Ал, ардақты меймандар, сый-сапаттарыңыз құтты болсын. Әрқашанда осындай дорбаларыңыз дорбалап, жорғаларыңыз жол құрап, тек қана құдалардың әулетіне жақсылықпен атпасын, жақсылықпен бастарыңыз домалы берсін дегеніміз еді. Құтты болсын сый-сапаттарыңыз. Енді рұқсат болса, ардақты меймандар, жалпы осы тойға ән Арлеген тұғыр тобының жігіттеріне бір қол соқпасаңыздар артырып кетпейді. Тек қана жанды дауыстан жырғайтын жігіттер, сондықтан да сіздер есірке қалып отқан Алла берген бауырымызға да қол соқпай қойыңыздар. Енді осы құдалық тойдың тізгінін ұстаған маған да қол соқсаңыздар артырып кетпейді. Рахмет, бұйыртса Алла қаласа қазір барлығымыз төрт көзіміз түгелдей тойда жолығамыз. Аман есен үлкен тойымыз жақсы деңгейде өтсін деген тілек айтып келеді. Ал енді рұқсат болса көп созбайық. Осы тойдың аяғы келесі үлкен тойдың басы болсын. Той бастар. Төріндей ай, алмағаштың гүліндей ай, бала шағаң ер